Сонымен 12 қараша 2025 жылы бізді елімізде жаңадан заң қабылданғанды, приказ, қаржы министрінің приказы. Яғни соған сәйкес енді сіз өзіңіздің Каспий Голдыңызға 3 айдың ішінде 100 түрлі адамнан перевод қабылдай алмайсыз. Және де ол 100 адамнан қабылдаған сумаларыңыз 1,20 миллион теңгеден асып кетпеу керек. Егер ондай жағдай орын алатын болса, банк сізге қатысты мәліметтің барлығын налоговыйға жібереді. Ары қарай сіз налоговыймен разбираться етуіңізге тура келеді. Одан кейін өздеріңіздің Каспий Голдтарыңызды банкомат арқылы өздеріңіз толықтырмаңыздар. Өйткені налоговыйдың айтуы бойынша бұл доход болып есептелінеді. Яғни ол жерде көрінбейді. Кім салды, не үшін салды, қашан салынды. Сондықтан да банк шоттарыңызға өте мұқият болыңыздар.